Мына ішінде шашлык пісіп жатыр. Мына жерде стейк пісіп жатыр. Ассалаумағалейкум. Достар, аңшылар, амансыздар ма? Бүгін кезекті аңшылық немізге балыққа келіп қалдық. Мына жерге мынау үйде балалардың мынандай не дейді мынандайды? Матын алып кеттік. Біз отыратын жерге астына төсеп алдық осыны. Сәл былай қарай, мұржа көрініп тұр. Балаларға рахмет десе. Иә. Балаларға рахмет. Балаларды да пайдаланып алып кеткесін ғой үйден. Міне. Мына жерде Абойжан. Ассалаумағалейкум, қансалардың подписчиктары. Сразу көрмей жатып лайк. Әдеттегідей. Сразу лайк басамыз. Көреміз. Кофе, шай, пай бәрін алып аламыз. Бастадық қазір. Ендіге отырып балыққа. Бүгін күшті видеолар болады. Ең бастысы демалысқа келдік. Демалуға. Бүгін өзіміздің жұмыстан демалыс күн. Сондықтан күшті болып демалуға келдік. Барлық затты алып. Міне. Заттарға қарап көріп тұрсыздар ғой. Міне. Мына жерді осындай әсем деп жатырық. Кешке шейін осылай, кешке келіп тұрып, кешке шейін отырғанымыз, иә. Бүгін қонуға емес, негізі Айбек жұмыстан кеш шықты бүгін. Сонда да сағат қазір 1-дің кезі болып қалды. 1 кешке дейін аулаймыз. Мүмкін түні бойы отыратын шығармыз енді. Түнделетіп қайтамыз ғой, қалай болады солай балық аулаймыз. Негізі мына жерлердің бәрінде балықшылар отыр, бірақ ешкімге балық түсіп жатқан жоқ. Бізге бұйырғанына қарай қазір көреміз. Олар үйлеріне қайтып жатыр, таңертеңнен беріге келген ғой. Біз енді мына жерге 3 тесігімізді тестік міне. Айбекке біреу, маған ортада камера болады. Мына жерге міне мықты пеш шешініп тастап, білесіздер ғой, былтырғыдай кәдімгідей отырамыз ғой мына жерде. Міне 2 палас алып келдік, астына міне мат, міне одан палас, көрпе бар әлі. Қазақтар да осылай демалуды біледі екен. Иә. Обычно бәріміз көреміз ғой жұрттың видеоларын ше. Шетелден, сырт жақтан. Енді қазақтарда осылай демалуға болады екен деп. Осылай бүкіл қазаққа бұйырсын. Қазақтар осылай көп демалсын. Нағыз демалыс қандай болады екен түсінсін. Әмин. Дұрыс айтасың. Главное түсініп алса, бұдан сосын жыл сайын осылай демалып тұра береді. Осындай күн сағынады үйде отырып кәдімше. Иә, дұрыс айтады. Біз өзіміз сағынамыз. Біз осылай аулауды негізі армандайтынбыз, телевизордан, ютубтан көреміз. Сосын ақырын заттарды жинастырдық, бірде палатка алдық, бірде пеш бар, анау бар, мынау бар. Өйстіп жинастырып алдық. Аллаға шүкір қазір. Өйстіп балық аулаймыз. Балық, жақсы балық ұстайды деген кісілер болса, бүгін обжорствомен айналыстыңыздар ғой, тамақ жегеннен басқа дым білмейтін дейтін кісілер болса, балық көрем деген кісілер болатын болса, шыға берсеңіздер болады. Өйткені бұл бүгін бізде балық екінші кезекте тұр. Бастысы демаламыз, әңгіме айтамыз, тамақ істейміз, балық қармақ салып қойып, балық түссе аулаймыз, түспесе негізгі тамақ бүгін демалыс далада. Өйткені аңшылыққа шығып жүріп қой күнде. Иә. Күнде болмаса да енді шығып жүрген уақыттарда бөліп былай отырып әңгіме айта алмаймыз ғой. Иә. Бірыңғай жаңағындай таңертең кешке шейін қоян болса қоян, елік болса елік, құс болса құсын жүре бересің ғой тоқтамай. Өтірік шай ішесің, андай мынау тез. Сондықтан бүгін асықпай отырып әңгіме айтып, ең бастысы тамақ ішіп, балық аулап, сол үшін бүгін арнайы солай келдік. Қалғанын қазір айта жатармыз. Мына жерде құрып алайық, әңгімен жібереміз ғой, сосын бұйырса. Былтырғы түсіргеніміз барлық қазақстандықтарға ұнады. Бәрі риза болып жатыр осындай демалғанымызға, бізбен бірге демалғандай болдық деп көбісі жақсы пікір қалдырған комментарий. Сондықтан қайталап неге шықпасқа? Жоқ, ол талада тұрсын солай. Жоқ, олар салмайтын нәрселер ғой. Черный ящик так пел на самой.
қайнай бастаймыз. От тұтанды. Міне Айбек мына жерге дайындап жатыр ақырын-ақырын. Ал, мына қараңыздар. Бүгін мынадан шашлик жасаймыз. Айбек стейк жасайды. Айбектің тамағын сағынған боларсыздар. Көбісі айтып жатыр ғой Айбектің тамағы деп. Ал, балық жоқ. Міне. Балық салғанда жоқпыз. Өйткені мына камерадан бүкілін қарап отыр. Балық мүлде келіп атқан жоқ. Мына жерде қарасаңыздар, міне. Міне мынау менің шашқан жаңа тамағым соғалпы жатыр. Ешқандай балықтар шұқылап жатқан жоқ. Міне камераның болғаны қандай жақсы. Әйтпесе балық неге қалып жатыр деп отырасың. Тамаша екен камера. Бұл камера жайында қазір айтатын болам. Кейінірек. Обжорствоны бастаймыз. Ендеше бірге болыңыздар бізбен. Қара бұрыш. Тұз. Шеде. Паприка. Кончи. Паприканы аямаймыз. Для шашлика дейчі мал. Майонез. Майонез бар. Қолмен дұрыс қоя бер. Бисмилла. Болған жоқ па? Осылай өзі еріп жата береді астында. Достар, дәмі деген керемет. Мынаның астына былай қойып қоямыз. Өзі ерейді. Қарап тексеріп отырып, балық келетін болса қармақ саламын. Зәйтін майы дейсің. Айбек әдейілеп зәйтін майын алыпты. Оливковый. Бүгін деген керемет күн бойын деп тұрға. Мына жерде міне шоқ. Мына жерге былай шоқтарды қоямыз. Міне. Достар, былтыр естеріңізде ме осылай пісіргіміз келген тоғын, негізі тауықтың етін сосын ұмытып кеткенбіз. Бері қарай тартып қойын, ар жақ қатыстығы от жанып отыр екен. Отын жанбайтындай жауып қойдың. Оты сөніп қалады сол кезде, жай ғана ыстығы ғана қалады. Шай қайнап тұр. Міне. Ауа райы тамаша болып тұр. Күн шығып. Балық келмеді. Негізі мына камераның көмегі зор екен. Қармақтарды салғанда жоқпыз, өйткені балық жоқ екен көріп отырық. Достар,
Картопияның дауысын естіп жатсыздар ма? Әдемі дауыс шығып жатыр картопиядан. Күйіп кетпесе болды бастысы. Қалай жейсің бір адам? Сүйегі өзінен шықпасын ба әлі қалай? Өзін тіспен аласың ба? Ал Айбектің орындауында стейк. Сиырдың етінен әдемілеп стейк пісіріп берем дейді ғой. Өзі бірінші рет пісіріп жатыр. Бірақ күмәнім жоқ Айбектікінен. Тәтті шықпайтынына. Махаббат бесі өтті баса өтті. Анағы май ештеңе жақпайды ғой, Аха, өзі майы келді оны. Шығады ғой. Анда шөп білесің ба? Қандай аты болады? Розмарин. Розмарин. Иә. Шығады. Достар, мынаның іші деген бар ғой кәдімгідей. Анау жерде бүкіл балықшылардың бәрі сезіп жатқан шығар. Не істеп жатыр мыналар, пожарып жатқан жоқ па деп. Мынаның ішінде от жағып жатырық, шашлык пісіреміз ғой. Міне. Гуілдеп бұл жанып жатыр. Мына аяқта газ. Міне біреуін пісіріп қойдық, тамаша орақ қойдық. Бұны мұнаның ішіне бір пісіріп жібереміз. Енді екіншісін құрайын деп жатыр. Мынаның ішінде шашлык пісіреміз. Екі стейкті қойып қоям. Ана қоймай қой. Қайсына? Мана қоямыз. Тамаша. İçinde çıplaklar var. Şuna böyle aslında. Suyunu koyuyorum. Sal дереу. Çık. Kızanak.
кететін едім мен. Достар, міне стейгіміз. Ой, енді ар жақта енді шашлыкты пісіреміз. Шашлыкты пісіру үшін мына жерге шоқтарын саламыз. Міне достар, мына ағашты анау жақ шетіне қоям, мына шампурды ішіне қою үшін. Міне анау жеріне тұрғызып қой көргенде. Болды. Енді мынаны қоямыз. Міне достар, мынандай қып қойдым. Қараңыздар достар, мынаның ішінде шашлык пісіп жатыр, мына жерде стейк пісіп жатыр, мына жерде тағы да стейктер. Өзі көріне ма? Міне әдемі болып жатыр ғой. Міне абоджан, мына жерде мен. Керемет болып жатыр ғой. Жаңағы. Міне соғын қарасы астында. Соғымен әдейі соғып қойым. Мына жаңағы картопияны қайттан алып жатыр. Пысқап па? Болды ғой. Тағы бір қуырып жіберем дейді. Ана. Ойдо деп. Бисмилля. Піспа? Тамаша. Салып тұрады. Маған? Бірінші пісіргеніміз ғой, дәмінгі. Ресторандағындай ше. Қыса береді ғой ресторанда. Ағаш оңай тұр әтті досыз. Специально. Бисмилля деп. Ал достар, Айбектің стейгін сынайық. Бисмилля. Осылай ма? Мәші кәдімгідей тура болып шығыпты ғой. Тура, я? Иә, міне достар, қараңыздар. Осында. Қызарып тұр міне. Міне. Суын қараңыздар, мені қараңыздар. Тамшылап отыр ғой. Соғысы. Андай, батырып көрсін. Бірінші бұлай жек көрсін осында. Ал. Біз деген енді қазақпыз ғой, кәдімгідей. Жақсы неден. Ал, бисмилля. Стейк деген бір шет жеп көріп атын. Қандай болатын білмейді екем, бірақ негізі енді. Мынау керемет болып тұр кәдімгі. Дәмі қалай? Жема. Жақсы тұр ма? Тұз аз емес па? Әдем. Жек па? Ана енді неге піскенін көрейік? Неме қара. Неге піскенін көрейік, братан? Қайсысы? Бағана шатыстырған жоқсың ба? Неге? Ана пешке қойдық қой да кейін. Оға ұшықты. Міне? Ана неткен жоқпыз ғой. Екеуін пешке салған жоқпыз, екеуін салдық қой.
Мына пеште. Екіншісін көрейік. Екеуін бөлек бүйтіп тұрып берші маған. Бәрін көрейік. Қайсысы? Мына қараңыздар. Мынау жаңағы пештің ішіне салмағанымыз. Мынау пештің ішіне салғанымыз. Елдің көрсетші кәдім. Екеуі екі түрлі көрдің ба? Иә. Қара. Мынау біреу пешке салған, біреу пешке салмаған. Қалай? Бисмилля. Жаңа шықты ма? Мощный, а? Картошкасы деген керемет қой. Картошка да мощный шықты, а? Кәдімгі. Мынау не болды енді? Мәссаған. Стейк. Шетелдерде жеп жатады ғой. Жындыпты, жұмсақ. Неде 5.000 теңге зарады. Кафе ресторан барсам, бір осындай. 5.000 теңге дейсің. Ал достар, мені тұз. Қоландала тұр. Қоландала тұр. Ал, бисмилля. Базар. Ал. Стейкке осылай себетін көргенбіз. Бүйтіп бүйткенше шашликті көрейік. Мынау шашлык енді. Бұл да мынадан нағарыз. Несіне түсіп атыр ғой, не дейтін еді? Сүйегінен түсіп атыр ғой, нағарысы. Мәссі. Жостқа братан. Мынау не күн болды бүгін енді? Масқара күн болды ғой бүгін. Нағарыңыздар. Сойқан болып отыр, сойқан. Шашлыкта. Саларғаннан кейін неге салған тілем деп тұрғам, соғын үшін ұмытып кеттім қарсы. Сыртын дәмі күшті тұр, бірақ. Іші. Сосын анаған пісіргеннен кейін ба? Сол жанда қайнаған сияқты өп түсті. Мынаған біте көріп olsun. Екеуі де нетті деуге болады, ойдан шықты деуге болады. Қысқы етіп отыр. Қашқаны сабапшы, Әйтпесе, онда істей алмайсың ғой, істеген кезде де шықпайды ғой кейде.
Иттерге апарып берсе сүйегім мырза. Стейк жеп көрсін өмірінде бірінші. Иттер. Стейктің сүйегі. Қараңыздар, мынау кәдімгідей қып-қызыл тура болыпты ғой. Дәл. Осы бұл айтып жүрсе. Шикі деп ойламаңыздар. Ол пісіретін басқа тамақ. Мына стейктегі осылай шамалы қызарып тұру керек. Пісіп кетпеу керек толығымен. Шала дейді ғой былайша айтқанда. Жартылай. Пісу керек, жартылай осындай. Мынау піскен негізі. Түрі осындай болып тұру керек қой. Ал бүкіл жері кәдімгідей әппақ болып кететін болса, онда ол стейк емес, ол кәдімгі үйде қайнаған етпен бірдей болып кетеді ғой. Онда суға қайната салыңыздар. Мына стейк деген енді бар ғой. Karnım hocam açık burada. Nasıl da jüy bat. Az ok batça dön gördün ba? Nanday men toyasın şey. Tanıyorum ben anasымен, жуғасымен. Nasıl jüy. Достар, міне мынандай камера судың астын түсіретін. Мынау алынады. Міне. Былай қойып қоюға да болады, немесе мына жерге орны бекітіледі. Міне. Тамаша. Өйткені көбісі сұрайды. Міне балық жоқ. Мен бүгін міне қармақты салғанда жоқпын. Неге десеңіздер, балық жоқ. Біз басқа жерге ауысу үшін орын алады. Біз ауысқан жоқпыз, бірден келдік, о жерде балық жоқ болса, нар тәуекел тамағымыз істедік, демалдық бастысы. Мынандай камера алып алсаңыздар, өте жақсы. Мысалы, мына жерде балық неге қаппады деп, мысалы, ананы саламыз, ана тамақты саламыз, әртүрлі мармышканы саламыз, одан жүгеріні саламыз, одан перловка саламыз, нан саламыз, ет саламыз, құрт саламыз. Неге түспей жатқан түсінбей отырамыз. Мына, мысалы, камерадан көресіздер, қаншалықты не екенін. Болды. Балық жоқ, бірден біліп отырасыздар. Сондықтан, мынау міне кабелі 20 метр. Мынау батарея. Батарей бір күнге жетеді. 8-9 сағатқа мына камера түсіреді. Full HD түсіретін камерасы бар. Мына жерде міне. Мына жерде флешкасы бар міне. Флешка. Осылай түсіреді. Мынау жаздың күнгіге қалтқысы, мынау зарядчигі, міне осындай. Мынаның ішіне қарасаңыздар, камерасы мынандай болады. Қазір көрсетемін. Міне. Мынандай камера, мен мына жер майыстырып қойдым, өйткені былай түзу тұрады. Мына жерге іліп қоюға да болады, нені. Мына жерге инені іліп қоюға болады. Жаңағы нан менен. Сосын солай аулайсыздар, мен осылайынан судың астында тұрады. Мен өзіме әдейі бесеу тапсырыс бердім. Өйткені сұрайтындар болады, тағы 1-2 жолдас балаларым бар, алам деген. Өзіме тағы да алам десеңіздер, маған неге жазыңыздар, Инстаграмға, дайректке жазыңыздар. Сол жерде мен сіздерге почтаға салып жіберем, сатып алам десеңіздер. Бүгін мына жерде балық жоқ, сондықтан дұрыс көрінбей тұр. Негізгі өткен жолғаны көрем десеңіздер, сол өткен жолғы балыққа барғанымыз бар, ұлымменен. Ол жолы видеоға түсірген жоқпын. YouTube'қа сол жерден көрулеріңізге болады, міне мынандай болып түсіріледі. Осылай балық анығынан көрініп тұрады. Бұл жерде мысалға келдіңіздер, тесіктеріңізді тесесіздер, жібересіздер. Сосын судың астына қарайсыздар, алабыға жүрсе, мармышкамен аулау керек мысалға.
жаңа табан балық жүретін болса, оны немен перловкамен немесе жаңа етпен, құртпен әртүрлі да тура балық қандай балық бар екен, жоқ екен, мысалы келесі тесік тесіп сөйтіп іздеп тапсаңыздар болады. Текке мысалы уақыттарыңызды алғанша. Сондықтан мынандай камера алам десеңіздер, хабарласыңыздар. Ал достар, видео ұнап жатқан болса, лүпілді басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздер үшін мынандай тамаша видео түсіруге тырыстық. Не айтасың, Айбек? Бүгін арнайы сол демалуға келдік. Демалысымыз ойдан шықты. Көңілдегідей болды. Тамаша, тамақ бәрі күшті. Жақсы шықты. Міне дала мынандай болып тұр. Қарап батып қалып кеш батты. Ала аяз. Ассаламағалейкум. Шугу!